туысқан сайын абайға жақындай береді. Түсіндім деп ойлайды. Түсінді негізі, түсінгені рас түсінбеді. Бірақ жас өткен сайын тіпті тереңірек түсінеді. Сосын таяқ жесең де абайдан барып пана іздейсің. Қуансаң да абайдан пана іздейсің. Абайдың бір кіріспейтін жері жоқ. Бұл біздің вечері болып отыр, мектеп бітіріп. Сенде бір кірпіш неге кетігін тапта барғалан деп өлең оқып отыр. Біреу концерт бастады. Құлақтан кіріп бойдалар әсеменен тәтті күйде ол әңгіме айтып отыр. Бір кісінің жаназасына бардық, өлім барда қорлық жоқ. Адамзат бүгін адам ертең топырақ, өлмек үшін туғансың, ойланшырақ, ол да абайдан тауылады. Бір тойға бардық, той десе қубасы домалайды деп абай атам айтқандай деп татып көреді. Оны абай айтқан жоқ, бір ұтымды айтылған сөздің барын абайға телейді. Я болмаса керек нәрсесін абайдан табады. Саяси мінберге шықтық, сөз сөйледі. Жанына не сөз табасың, не айтқандаймыз. Абайға үңілдік, қарасаң абай айтады. Адам баласы тыныштықты, бейбіт күнді көксейді, сол бейбітшілік келсе жоқ жерде пәлі дейді. Осы қазақтың не сұмдығы бар дейді, тағы да абайда жүр. Нұр Отанға дауыс берші деп айтып кездесуге бардым. Енді осы сөзім өтімді болу үшін абайға қарадым, абай айтады. Аталып ат беріп жүрген досынан бір дұшпаның келіп тай берсе осы қазақ неге бұзыла қалады дейді. Күнде тіліңді алатығын достан бір дұшпаның азғантай бұйымтайын орындай салса неге соны жолында өле жазайды осы қазақ дейді. Бұл да абайда жүр. Бір үйге бардық. Жақсылап тұрып етін асты, шайын берді, қалбаңдап күтті. Кетіп дөң айналып басып әртемен қараң батқан кезде иттің баласы анауың балады сыртынан жамандады, ол жетті саған. Абайды ашып қалсаң айтады абай. Бір көрмеге тәп-тәтті қазаны мен қалбаңы дөң айнала антатты бүксіп бықсып әр жағы. Ол адам туралы да айтып қойыпты. Қыз туралы бір мінездеме берейін деп біреуге ақыл айтайын десең, ол оңайлы өсиет қалған. Абай жазып қойыпты. Шу дегенде көрінеді сұлу артық, көбі көпшіл келеді, ондай қаншық. Бетім барда жүзіме кім шыдар деп, кімі паңдау келеді, кімі тантық деп, ол да абайда жүр. Достықтың мәмілесін сұрайын, абай айтады. Бір жерде бірің жүрсең, басын қосып, біріңнің бірің сөйле сөзің тосып, біріңді бірің құрмат, ғиззат етіс, тұрғандай бейне қорқып жаның шошып дейді. Біріңе деген құрметің бір қорқып зәрең ұшып тұрғандай болсын дейді. Сол кезде достығың сенің ұзаққа барады дейді. Бұл да абайда жүр. Абайда не жоқ? Сөзді айтайын, бір өлең жазайын десем, өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстыра, елдан ас, тілге жеңіл, жүрекке жыл тиісін, тептегі жұмыр келсін, айналысы, бөтен сөзбен былғанса сөз арасы, ол ақынның ғылымсыз бейшара. Ақын деген аты болады дейді, бірақ ғылымсыз бейшара болады дейді. Айтып келеді, дұрыс қой енді әбеке, бәрі жақсы қой, бұл мәселе қалай шешеді десе, әуелі аят, хадис сөздің басы қосарлы бәйт мысал келді арасы. Қисыны мен қызықты болмаса сөз, неге айтсын пайғамбармен он алласы? Бұл да абайда жүр, менің сөзім емес. Абсолюттік ақиқат ретінде кез келген нәрсені білу, бәрі абайда, абсолютно абайда. Енді бір кездегі фейсбукті оқып көп баласың, сыпыра пақыр, пәле шақыр, болдың ақыр, тап тақыр олды. Көп айтса көндік, жұрт айтса болды, әдет надан адамның. Атысы қапты, жаяу шапты, қайырып сөзді кім тұқсын. Іште дерт қалың, ауыздан жалын, бұрқ етіп көзден жас шықсын. Бұл да абайда жүр. Енді домбыраны қолға аласың. Домбыраға қол соқпа, шымырлатып бір-бірлеп, жүрегім соқпа кел, тоқта жас келер, көзге жүрлеп. Қайғылы көңілім қайдағы, бұрынғымдай жаңғыртар, қайраттап алып бойдағы басымдай қайғы қаңғыртар. Есіңде бар ма жас күнің, көкірегің толық басың бос, қайғысыз ойсыз мас күнің, кімді дей көрсең бір ау дос. Махаббат қызық мал мен бақ, көрінуші дау дос қортақ, үміт жақын көңіл ақ болар ма, енді ау сондай шақ. Құдай ау қайда сол жылдар, махаббат қызық мол жылдар, ақырын шегініп алыстап кетті ау құрғыр.
Өзіме жас бер жылайын, тағат бер сабыр қылайын, жаралы болған жүрекке дауа берем деп сынайын. Қарашада өмір тұр, тоқтатсаң тоқсан көнерме, арттағы майда көңіл жүр, жалынсам қайтып келер ме? Енді 59-дағы жазғаны ғой енді. Сол қартайып қалған шағын қараша дейді, ноябрь. Арттағы майда өтқан жастық. Жақсылап тыңдасаңыз. Қарашада өмір тұр, тоқтатсаң тоқсан көнерме, арттағы майда көңіл жүр, жалынсам қайтып келер ме? Майдағы жұрттың шығар, бәйшеше қарға өнерме, ішінде кімнің оты бар, қар жауса да сөнерме? Жақсылық ұзақ тұрмайды, жамандық әркез тозбайды, үміттің аты еліріп, қос тізгін дау созбайды. Қос тепкіні салсаң да уайымнан озбайды, бір қайғыны ойласаң жүз қайғыны қозғайды. Жер торғыш желгек шал, желіп жүріп боздайды. Алдадым ұрдым қырдым деп, шалықтап шалқып шатпай ма? Қапысын тауып тұрдым деп, құлығым бұлдап сатпай ма? Момыннан жаман қорқақ жоқ, қупысық деген ат қайда? Арсыз болмай атақ жоқ, алдамшы ай болмай бақ қайда? Құдай ау қайда сол жылдар, махаббат қызық мол жылдар, ақырын шегініп, алыстап кетті-ау құрғырлар. Алла деген сөз жеңіл, Аллаға ауыл жол емес, ынталы жүрек шын көңіл, өзге сай хаққа қол емес. Жүректің көзі ашылса, хақтықтың түсер сәулесі, көңілден кірді қашырсай, адамның хикмәт кеудесі. Қарашада өмір тұр, тоқтатсаң тоқсан көнерме, арттағы майда көңіл жүр, жалынсам қайтып келер ме? Арттағы майда көңіл жүр, жалынсам қайтып келер ме? Жалынсам қайтып келер ме? Енді